Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ұйғыр мантысының рецептімен бөлісемін. Алдымен 250 грамм салқын суымызға 1 шай қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымыздың үстіне қосамыз. Енді қамыр илейміз. Қамырымызды дәл осы видеодағыдай істесек, мантымыздың қамыры жұмсақ, дәмді болып шығады. Видеоның төменгі жағындағы описание бөліміне барлық ингредиенттерді жазып қалдырамын. Сол жерден қарап, осылай өлшеп, ұнын, суын барлығын жасауға болады. Арнайы түрде қамыр илеу процесін қысқартпадым. Себебі мантының ең маңызды бөлігі осы қамырында жатыр. Қамырдың дұрыс үйленуі өте маңызды болып табылады. Сондықтан видеоны асықпай көріп алсаңыздар, мантыларыңыз өте дәмді болып шығады. Міне ыдыстың ішінде барынша иленді. Енді оны осындай ашық дастарханның үстіне жақсылап, қолымызбен барлығын жинап, басын біріктіріп илеп аламыз. Осындай жалпақ 4 бұрышты формаға келтіріп, пакетке салып қоямыз. Мендегі қамыр 40 минуттай тұрды. Міне енді тағы да осылайша бір бастырып қоямыз. Кішкене жұмсарып қалды қамырымыз. Осылайша бір бастырып алғаннан кейін қайтадан пакетке салып, тағы да 20 минуттай қоя тұрамыз. Енді мантының салмасын дайындаймыз. Осындай майлы ет болу керек. Және үстіне тұз қосамыз. Аздап менде ет тұзды болғандықтан тұзды азырақ қостым. Жақсылап араластырамыз. Енді пиязымызды тураймыз. Осындай кубиктап, төртбұрышлап ұсақтап турайсыздар.
Фаршымыздың үстіне пиязымызды салып, үстінен бұрыш қосып, осы пиязбен жақсылап араластырамыз. Фарштың үстіне жарты кеседей су қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Міне қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды пышақтың көмегімен 3-4 ұзынша бөліктерге бөлеміз. Сол ұзын бөліктерді осындай қысқа кішкентай бөліктерге бөлеміз. Әрқайсысы 20 граммдай, 20-25 граммдай болу керек. Енді осылайша кішкене аздап ұн сеуіп, жақсылап оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Алғашқы 5-6 дана манты қамырын дайындап аламыз. Қалған бөліктерін осыларды түйіп алғаннан кейін жайып дайындаймыз. Міне осылайша мантыларыңызды түйсеңіздер болады. Кезекпен алып отырып, жабыстырамыз бір-біріне. Егер де дәл осылай түйу қиындық туғызып жатса, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түйуге болады. Одан мантының дәмі өзгермейді. Міне түйудің тағы бір түрін көрсетейін. Осылайша кезектесіп, бір-біріне жабыстырып отырасыздар. Сол кезде манты жақсы түйіледі. Достар, бұрын-соңды менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, жаңа рецепттерді кейін көретін боласыздар. Мантыларды майланған табаға бір-біріне жабыстырмай осылайша орналастырып, үстінен тағы да майлап шықсаңыздар, мантыларыңыздың беті жылтырап, әдемі дәмді болып шығады. Бұл мантылар 30 минуттың ішінде пісіп шығады. Міне өте дәмді әрі жұмсақ. Мантыларымыз сочный болып, жақсы болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.